Жаның үйір болмасын, жалғандық дейтін сырқатқа, өнегелі де үлгі болар ұрпаққа. Сәрсенбіұлы Аязбай, Шыныбекұлы Жасұзақ саяси құрбаны болды ма бұл кісілер? Сол тарихи тұлғалар жайында не айтасыз? Мен Сәрсенбіұлы Аязбай атамыз туралы айтып кетейік, себебі бұл кісі өтеміс. Құмбел, менің әкем де сол Құмбел ауылында туылған, өтеміс қой. Сонда бұл кісі Сәрсенбіұлы Аязбай. Мынау НКВД-да мынандай ұран болған. Нету тела, нету дела дейді. Көрдіңіз ба? Сонда бұл кісінің жаңағы үстінен арыз жазылған, бұл кісінің. Арыз жазылған соң ол кісінің екінісі болған Нұрдәулет, кім деген? Аманбай деген. Екінісін соғысқа жібермей алып қалды деп, колхоздың маясын өртеп, ол кісінің үстінен Науатов Жүніспен байланысын, барлығын соның үстінен арыз жазылған соң, ол кісіні 1943 жылдар апарып атып тастаған. Денесі де, ісі де, деласы да. Сонда енді жаңағы күйеуі сол кезде алып кеткен ғой, күйеуі уже жоқ. Аязбай атамызды ма? Аязбай ата жоқ енді ол кезде. Халық жауы. Халық жауы деп жаңағы Түнде алып кетеді екенді, сонымен жоқ қылады екен ғой. Не болды? Оны бірақ сол кезде айтпаған ғой. Бәлен жақта жұмыс істеп, жаңағы сояға кетті. Сояға жіберді, жер аударып бір нәрсе қылды деп әйтеуір сондай сылтау бір нәрселермен не керек алып кеткен, содан жоқ келмеген ғой ол кісі. Көбінесе жаңа атам мен ағам көп қарайласып, жағдайына да несіне де көп қарайласып жүрді ғой осы күністе яқпенмен. Жаңағы Руыс Харрисон онан Қазақ боп туылдым, жасыммен жуындым, 100 жерден қиылдым, 1000 жерден буылдым. Қабанбай батыр боп найзамды суырдым, Махамбет ақын боп басымнан жұлындым. Аштықпен қырылдым, қастықпен жығылдым, жерімнен қуылдым, еліммен шұбырдым. Аяусыз тоңдырды аязы Сібірдің, тамұқта жатсам да жарыққа жүгірдім. Алаш боп жұмылдым, уды да сімірдім, көрінер сәт келді басынан дүбірдің. Желтоқсан желінде кесілген бұрыммын, жұбанның жырымен қайтадан тірілдім, қайтадан тірілдім. Төбемде жұмыр күн тәңірге жүгіндім, ән салсам шәмшімін, күй шертсем сүгірмін. Тәуелсіз ел болып төріме туылдым, бақытын көрейік баянсыз ғұмырдың. Аштықпен қырылдым, қастықпен жығылдым, жерімнен қуылдым, еліммен шұбырдым. Аяусыз тоңдырды аязы Сібірдің, тамұқта жатсам да жарыққа жүгірдім. Алаш боп жұмылдым, уды да сімірдім, көрінер сәт келді басынан дүбірдің. Желтоқсан желінде кесілген бұрыммын, жұбанның жырымен қайтадан тірілдім, қайтадан тірілдім. Аштықпен қырылдым, қастықпен жығылдым, жерімнен қуылдым, еліммен шұбырдым. Аяусыз тоңдырды аязы Сібірдің, тамұқта жатсам да жарыққа жүгірдім. Алаш боп жұмылдым, уды да сімірдім, көрінер сәт келді
басынан төгірдің желтоқсан желінде кесілген бұрымның жұбанның жырымен қайтадан тірілдім қайтадан тірілдім